Қазақстан құрамасын тарихтағы ең маңызды ойындарының бірі күтіп тұр. 22 наурызға қараған түні Грекиямен кездесеміз. Бұл Ұлттар лигасы плей-офф кезеңінің жартылай финалы. Наурызда С дивизионынан Еуропа чемпионатына кім аттанатыны белгілі болады. Бұл екінші тайм арнасы мен Есет Төлеш Грекияға қарсы матч туралы ойымды бөліскім келіп отыр. Кеттік. Айтпақшы, біз достарымыз теннисі кезетпен бірге жаңа тайм промокодын енгіздік. Тіркелген кезде осы промокодты жазсаңыздар, бонус шотына 200 000 теңге түседі. Сілтемесі төменде. Грекияға қарсы маңызды матч алдында біздің жігіттер бір жолдастық кездесу өткізді. Қарсыласымыз Түркменстан болды. Матч жабық өтті, еш жерде көрсетілген жоқ. Қазақстандық футболшылар 2-0 есебімен жеңіске жетті. Ислам Чесноков пен Александр Зуев гол соққан екен. Бұл ресми жолдастық матч емес, сондықтан FIFA статистикасына енбейді. Құрамаға шақырту алған ойыншылардан бастасақ, Эльхан Астановты ерекше атап өтуге болатын шығар. Астана ойыншысы маусымды жақсы бастады. Чемпионатта бір гол соғып үлгерді. Одан бөлек Түркменстанға қарсы матчта Роман Асранқұлов, Әділхан Таңжарықов пен Бекхан Шайзада алаңға шыққаны хабарланды. Олар бейресми дебютін өткізді. Бірақ бұл жігіттерді Грекияға қарсы матчта негізгі құрамда көре алмайтын шығармыз. Себебі қақпада Шацки ойнайтыны түсінікті, ал қорғаушылар Асранқұлов пен Таңжарықовтың әзірше құрамада тәжірибесі аз. Бірақ Магомед Адиевтің бас ауруы осы қорғаныс болып отыр. Себебі Грекияға қарсы матчқа Нұралы Әліп қатыспайды. Солақай қорғаушымыз сары қағаз тым көп алып қойған. Енді гректерге қарсы 3 орталық қорғаушымыз кім болады деген сұрақ туындайды. Быстров, Марочкин мен Малый бәлкім. Әліп ойнамайтын матчтарға Адиев осындай үштікті шығарып жүрген. Бірақ Быстровтың ойын уақыты аз. Ахматта солай ет, Астанаға оралғалы да қорғаушы алаңға шығып жүрген жоқ, 2 матчта да қосалқы құрамда қалды. Осы тұста инсайдерлер қорғаныста Бахтияр Зайнуддинов ойнауы мүмкін деген ақпарат таратып жатыр. Бір жағынан ақылға қонымды дүние. Әліптің орнына бақы қатып кетереді. Қанша дегенмен Түркия Суперлигасында орталық қорғаныста жиі ойнап жүр, тәжірибесі бар, бірақ бұл кезде Қазақстанның шабуыл шебі әлсіреп қалуы мүмкін. Үздік сұрмергенімізді қалай қорғанысқа қоямыз? Әдиев біраз бас қатырып жүрау. Жартылай қорғаныста өзгеріс жоқ. Асқат Тағыберген оралғаны қуантады, жарақаттан айықты, капитан бабында секілді. Елге оралған Рамазан Оразов та көсіліп ойнап жүр. Мен Қайсар Ақтөбе матчында комментатор болғамын. Оразовтың пастары оңды солды әдемі пастар шығарып беріп жүр. Гректерге қарсы ойында да сондай ассистер күтеміз. Шабуыл шебінде де таңдау бар. Эльхан Астанов пен Максим Самародов шабуылда ойнай алады. Гректерге қарсы ойында таңдау Самародовқа түсетін сияқты. Оның дриблингі, жылдамдығы қарымта шабуылдар кезінде көбірек керек болуы мүмкін. Оның үстіне КПЛ-дың бірінші турында қарымта шабуыл кезінде гол соққан еді. Одан бөлек Балаттелимен бірге ойнап жүрген Абат Айымбетов бар. Бірақ Абат қазір қосалқы құрамда жүр, алаңға көп шықпайды. Соңғы 2 матчта 1 минутты ғана алаңда өткізген. Гректерге қарсы екінші таймда алаңға шығып қалатын шығар. Оның үстіне Абат құрамадағы ең маңызды голдарын екінші таймда тыңнан шығып салып жүр ғой, соны ұмытпау керек. Айтпақшы, Ақтөбенің шабуылшысы Ыдырыс Омаев жақында Қазақстан азаматтығын алады деп жатыр. Ол да құрамаға қосылып қалуы ықтимал. Ол бірінші турда дубль жасаған еді. Олардың құрамын қарап біраз шошуға болады негізі. Топ 5 лигада ойнайтын футболшыларынан бастайық. Бірінші кезекте әрине Костас Цимикас. Ол Ливерпульде ойнайды, қосалқы құрамда, бірақ клуб оны алаңға жиі шығарып тұрады. Одиссей Влахадимос Ноттингем Форест қақпасын күзетіп жүр, бірақ көбіне қосалқы құрамда. Константинос Мавропанос бар, ол Вест Хэмде, Джордж Белдік Шеффилд Юнайтедте, Пантелис Хацедиакос италиялық Калиариде доп тебеді. Одан бөлек гректердің ойыншылары чемпионшипте, 2-ші Бундеслигада, Польша, Түркия, Нидерланд, ақш лигаларында өнер көрсетеді. Шабуыл шебінде Христос Цолистен сақтану қажет. 22 жастағы футболшы 2 жылдан бері алғаш рет құрамаға шақырту алған. Осы маусымда Фортуна сапында 2-ші Бундеслигада 23 матчта 15 гол соғып тастаған. Одан бөлек 7 нәтижелі пасы бар. Ал Грекия құрамасына шақырту алған футболшылар ішінде үздік сұрмерген Георгиос Масурас. Ол өз елінде Олимпиакоста өнер көрсетеді. Құрамада 9 гол соғып тастаған. Оның 5-еуін былтыр Еуропа чемпионатының іріктеуінде салды. Ал бұл құраманы уругвайлық Густаво Поэт жаттықтырады.
Футбол кезінде Челси, Тоттенхем, Сарагосада ойнаған маман Поет Қазақстанға кезінде бір мәрте келіп кеткен. 1996 жылы Алматыда Қазақстан президентінің кубогы атты турнир ұйымдастырылған болатын. Соған мықты 4 команда қатысты. Ақтаулық Мұнайшы Қазақстаннан, және испаниялық Сарагоса, бразилиялық Флуминенсе және голландиялық Фейнорд. Алматыдағы орталық стадионда Рональд Куман, Хенрик Ларсон, Эдди Гуй сынды жұлдыздар Роттердамдық клуб сапында өнер көрсетті. Ал испаниялық Сарагоса мен Фернандо Мориентес және Грекияның қазіргі бапкері Густаво Поет келген болатын. Поеттің командасы сол Қазақстан президенті кубогын жеңіп алған еді. Поеттің қазір Грекия құрамасымен келісімшарт аяқталуға жақын. Қазақстанға қарсы ойын алдында маман соны проблема ретінде көтерді. Бірінші кезекте мен емес, грекиялық футболшыларды ойласаңдаршы, олар болашақта не боларын білмей отыр деп біраз шағым айтып тастады. Сондықтан ол құрамада қалама жоқ па, бірінші кезекте Қазақстанға қарсы кездесу осы наурыздағы матчтар шешіп берейін деп тұр. Алғашқы жаттығуын осылайша матчқа 4 күн қалғанда ғана жасап отыр. Біз негізі гректермен 3 рет кездескенбіз. Алғаш рет 2006 жылғы әлем чемпионатының іріктеуінде жолымыз түйісті. Сырт алаңда 1-3 есебімен жеңіліп қалдық. Жалғыз голды Руслан Балтиев соққан еді. Ал өз алаңымызда 1-2 есебімен жол бердік. Біздің құрамадан Максим Жалмағанбетов деген бойшаң футболшымыз гол салды. Ал 2006 жылы жолдастық кездесу өткіздік. Ол жақта 0-2 есебімен жеңіліп қалдық. Гректер қазір Еуропа чемпионатына барамыз деген нық сеніммен жүр. Бір жағынан олар да осындай үлкен турнирді сағынып қалған. Себебі олар Евроға бар болғаны 4 рет қатысып көрген. 2004 жылы сенсация жасап, Еуропа чемпионы атанған болатын. 1980 және 2008 жылдары топтан шыға алмай қалды. Ал соңғы рет 2012 жылы Евроға барып, ширек финалға жеткен еді. Содан бері іріктеуден өте алмай жүр. Сонымен қатар 1994, 2010 және 2014 жылдары әлем чемпионатында ойнағанында айта кетуіміз керек. Байқасаңыздар, гректер соңғы 10 жылда ешбір үлкен турнирге өте алмай жүр. Қазіргі буыны бірақ жаман емес. Футболы қайта оянып жатқандай. Евро 2024 іріктеуінде де негізі гректер жап-жақсы ойнады. Тек жеребеде жолы болған жоқ. Франция мен Нидерландпен бір топқа түскен осы екі құрамадан қалып қойды да өз тобында 3-ші орын алды. Іріктеуде Ирландия мен Гибралтарды сенімді жеңді, соңғы турда француздармен тең түсті. Бірақ ол әрине Францияға аса қажет емес матч болатын. Ал енді Грекия Қазақстан матчы туралы не айтуға болады? Я, гректер біз былтыр жеңген Даниядан мықты емес. Бірақ біз Астана аренада ойнамайтынымызды да ескеру керек. Афиныда ойнаймыз. Грек жанкүйерлері қызуғанды, өз құрамасын алға сүйрейді. Қазақстанда оның үстіне маусым енді басталып жатыр, мұның жақсы да, жаман жағы да бар. Бір жағынан ойыншылар былтырғы ауыр маусымнан кейін тынығып алды, физикалық тұрғыда шаршамаған, екінші жағынан олар қаншалықты тонуста екен деген сұрақ туындайды. Осыны уайымдап Адиев жігіттерді 8 наурызда жинап алып, елден бұрын жаттығуды бастап кеткен еді. Грекияға қарсы матч қалай өтуі ықтимал? Алаң иелері көбірек шабуылдайды, салған беттен біздің қорғанысты мазалайтын шығар, біздің қорғаушылардың жұмысы өте көп болайын деп тұр. Меніңше бұл матчта Адиев қорғанысқа көңіл бөліп, қарымта шабуылдарға иек артады. Жылдам шабуылшыларымыз негізі жеткілікті, оларға пас шығарып допты жеткізіп беретін Оразов пен тағы берген бар. Жалпы қарымта шабуыл мен стандарттар Қазақстанның басты қаруы болуы қажет. Дәл қазір мен матч 0-0 есебімен аяқталып, пенальти сериясына жетуіне де қарсы емеспін. Қандай жолмен болса да финалға шықсақ, осы біздің тілегіміз. Маңыздысы қорғанысымыз сыр бермесе болғаны. Бұл матч маңызы бойынша тура сол Қарашадағы Словенияға қарсы кездесу сияқты болмақ. Сол матчта біздің жігіттерге тым қатты жүк арқалатып қойғандаймыз. Гректерге қарсы матч өте қиын болады. Сарапшылар Грекия Евроға жолдама алады деп болжап отыр. Біз қалай дегенде де Қазақстан құрамасына соңына дейін қолдау көрсетейік. Былтыр Ян Вараговский Словенияға қарсы матчта қателесіп, пенальти алып келгенде оған хейт төгіліп, футболшыны еліміздің сатқыны деп айыптағандар бар еді. Жігіттер, Грекиядағы матч қалай аяқталса да, дәл осындай хейттерден аулақ болуға шақырамын. Грекияға қарсы кездесу 21 наурыздан 22-сіне қараған түні 00:45-те басталады. Бұл ойынның жеңімпазы плей-офф
финалында сырт алаңда Грузиямен немесе Люксембургпен кездеседі. Жартылай финалда жеңілгендер өзара жолдастық матч өткізеді. Бүгінге осы. Видео ұнаса лайк басып каналға жазылыңыздар. Төменге Грекия Қазақстан матчында қандай есеп тіркелуі мүмкін, өзіңіздің болжамыңызды жаза кетіңіз. Дәл тапқандарды келесі шығарылымда міндетті түрде атап өтемін. Ал алға Қазақстан! Сау болыңыздар.